Мен Баймырза ауылдық модельді кітапханасының кітапханашысы Досмагамбетова Динара Сексенбаевна. Жазушы этнограф, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының иегері Ақселеу Сейдімбектің 80 жылдығына арналған «Мен оқыдым, сізге де оқуға кеңес беремін» атты Ақселеу Сейдімбектің бақыт ертегісін сіздерге қысқаша айтып берейін. Бақыт. Қазақ халқы бақыт балақтан кіріп басқа қонады дейді. Осы сөздің мәнісі қалай? Қазақ халқының бақыт туралы түсінігі қандай болған? Сол жөнде есте жоқ ескі заманнан бір әңгіме бар. Адамзат әулеті үшін туы ортақ, өлі ортақ болған соң, ішкен су, жұтқан ауа ортақ болған соң, шынында да біреуді артық санаудың немесе кемітудің қисыны жоқ қой. Сондықтан бақыт ешкімді алаламаса керек. Ең алғаш адам баласы өзінің адамдық тұлғасын танытып, табан жерге тигізіп, маңдайын күнге сүйгізіп, өз тіршілігін тізгінін өз қолына алған кезде бақыт сол адамның балағына келіп кіреді екен дейді. Ал егер балақтан бақ кіргенде табанын тасқа тілдірмей, сирағынды тұзаққа ілдірмей, ақырын жүріп анық басатын болсан, бақыттың мәртебесі асып, мерейі тасып, жоғары қарай көтеріле бермек. Балақтан кірген бақыттың белден асып барар жері қарын. Әрине, бақ шіркін, қарынға жеткенде мына дүние жалғанынан жүзіп жүріп қанасың, орып жүріп тоясың. Бақыт адам бойына өрлеген сайын ие болуы қиындай түспек. Сондықтан да қарна жеткен адам жүзіп жүріп шөлдейтін болады, орып жүріп қарны ашатын болады. Ауру астан, дау қарындастан дегендей, қанағат қарын тойғызады, қанағатсыз жігітке жалғыз атын сойғызады. Күйсін жаман болса тәнін азады, көңілін жаман болса жанын азады. Арамдық қып ішкен ас, ішіне барып болар тас дегендей дана халық осындайды айтқан екен. Жоқ болсан жасымағанға, тоқ болсан тасымағанға не жетсін? Алайда басқа пәле тілден дегендей тілге байлаған бақытқа ие болу екінің бірінің қолынан келе бермейді. Тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады деп сондықтан айтылған. Ал егер көзбен көргеніңді көңіліне тоқып, өміріне сабақ ете алсан, ақтан қараны ажыратар болсан, онда көзге ұялаған бақыттың мәртебесі асып, мерейі тасады. Дана халықтың бақыт балақтан кіріп, басқа қонады деген. Сондықтан осы мақалда айтқан болу керек. Шынында да бақыт басқа қонған болса, ондай бақытты тепкілесен де кетпейді. Осы Ақселеу Сейдімбектің бақыт ертегісін толық нұсқасын оқығыларыңыз келсе, осы кітаптан оқысаңыздар болады.